Сәлем достар, бүгінгі видеода сток маркеттің жалпы жүрілуін жеңіл түрде түсіндіруге тырысамыз. Біз өткен сабақта жалпы сток туралы тек жалпы атамыз сток дегеніміз жалпы акция, қазақша айтқанда орысша қазақша акция. Акцияның жаңағы биржалық акцияның жалпы акция дегеніміз не дегенді біз өткен видеода көрген болсақ, осы жолы жалпы сол қалай жүріледі ар жағындағы жалпы идеясы не екенін түсіндіруге тырысамыз. Бұл жігіттің аты Джимми болғанда Американың Майами деген қаласында тұрады. Бұл кішкене кезінен жаңа бейсболдың фәні болған. Бейсболдың кішкентай карттарын жинайды. Бұл карттарды енді бұл сатқысы келеді да, сатып ақша тауып не алғысы келеді, жаңағыдай скейтборд алғысы келеді. Бұл Джимми қайтеді дегенде, жаңағы біздің тілмен айтқанда базарға барып, жаңағы карттарын сатады деген сөз. Жаңағы карттарда мысалы өзіңнің қалаған бір бағаң болады, сол бағаға сен сатқың келеді. Енді Джимми өзінің жаңағы кішкентай картын ашады да, сол жерге жаңағы картты мысалы $100, $200 деген сияқты сатады деген сөз. Мысалы $100 деп сатқан кезде, жаңағы алатын кісі $80 алғысы келсе, ортасынан келісіп, сол $90-ға жаңағы Джимми картасын сатып ақша пайда болады деген сөз. Қысқасын айтқан кезде, біздің енді базар, біздің тілмен базар деп айтатын болсақ, сол базардың орнына бұл жерде stock exchange. Қазақша айтқан кезде биржалық жаңағы қоры, биржалық қор деп айтады, stock exchange, биржалық қор. Жаңағы бұл Американың биржалық қоры болған кезде, Нью-Йорк қаласының Манхэттен деген кішкентай арал бар, орталығында. Соның Уолл-стрит деген көше бар, солда орналасады. Кубы, жаңағы біздің барлығымыздың білетін Nasdaq, Нью-Йорк Stock Exchange, және де Арка, Чикаго Stock Exchange, және көптеген нелер бар. Бұны ағылшынша болғанда Stock Exchange деп айтамыз да, қазақша биржа қоры, немесе маркет мейкер деп айтуға да болады. Маркетті жасап отқан, нақты жасаушылар деген сияқты. Олар болғанда біздің жаңағы мысал ретінде қарапайым тілмен айтатын болсақ, жаңағы базар сияқты біздің жаңағы стоктың несін арға жүргізіп, соның барлығын нетіп отыратын, бақылап отыратын енді не деген сөз, мекеме сияқты. Енді жалпы стокта болған кезде жаңағы бағаменен quantity, жаңағы саны арқылы жаңағы пайда болады. Мысалы, сіз қандай бір стогыңызды, мысалы, Apple-дың стогын сатқыңыз келетін болса, сізде Apple-дың стогы бар деп ойлайық. Apple деген білеміз, iPhone шығаратын компанияның стогы бар деп ойлайық. Сіз Apple-дың стогын $100 сатқыңыз келеді. Қазірде $105 сатқыңыз келеді деп ойлайық. Сіз сатқыңыз келеді, енді сіз қайда істегенде оны сату үшін жаңағы брокеридж компанияға арқылы сіз сатасыз. Сізде қайткен күнде брокеридж компанияда шот болу керек, шот ашқаннан кейін барып сіз жаңағы стогыңызды сата аласыз деген сөз. Сіз $105 сатам деп брокерға айтасыз. Брокер болған кезде жаңағы биржалық қорға, жаңағы Nasdaq, Нью-Йорк Stock Exchange биржалық қорға хабарласып, осындай адам $105-ға Apple-дың акциясын сатпақшы болып тұр деп айтады. Олар болғанда жаңағы биржалық қоры болғанда жаңағы адамдардан енді жаңағы ұсыныс ала бастайды деген сөз. Біреу бәленбайға алғысы келеді, біреу бәленбайға сатқысы келеді, енді адамдар өздерінің ұсынысын береді. Жаңағы Apple-дың мен 100-ге ала аламын, мен 101-ге ала аламын, мен 299-ға ала аламын деп өздерінің енді несін береді, бағасын береді деген сөз. Бірақ та егер $105-ға алатын кісі болмаса, сіздің шеріңіз сатылмайды деген сөз. Ал егер алатын кісі болса, сатылады. Ал болмайтын жағдайда қайдасында екі түрлі не бар, вариант. Біріншісі болғанда сіз бағаңызды түсіруіңіз мүмкін, не болмаса алатын адамдар бағасын жоғарылатуы мүмкін. Сол арқылы енді сіз енді акцияңызды сата аласыз деген сөз. Осының енді барлық жұмысын жаңағы биржалық қор жағынан жұмыс жасайды. Олар болғанда өздерінің жаңағы несін алады, өздерінің комиссиясын алады. Оны біз спред деп айтамыз. Оны біз басқа видеоларда түсіндіруге тырысамыз. Жалпы болғанда осындай, жаңа біз енді қарапайым тілмен, мысалмен енді түсіндіруге тырыстық, бірақ та осыны болғанда енді біз барлығын қазір электроникпен, интернет, енді онлайн деп айтамыз, онлайн электроник жолмен жүріледі деген сөз. Барлығын сіз жаңағы платформа отырғызу арқылы, брокеридждің платформасына негізге отырғызу арқылы барлығы жүріледі деген сөз. Бұл жерде енді бізге заманауи өте оңай, сіз интернетіңіз жақсы болса, Қазақстаннан да дүние жүзінің қай жерінен де қандай бір брокеридж, Американың брокериджінен егер аккаунт ашуыңызға болады. Қазіргі жағдайда Apple, Amazon, Facebook
қандай компанияның да акциясын алып сіз инвестиция жасап немесе трейд жасауға болады. Заман қазір дамуына байланысты барлық нәрсе сізге дайын, сіз дұрыс жолын, дұрыс несін табуыңыз керек. Ал бізде болғанда барлық сіздерге арналған курстар, жаңа басқа нәрселер бар. Егер қаласаңыз біздің астының жаңа ссылкалар салып қойды, көріп шығыңыз. Және де біз сіздер үшін көптеген жақсы видеолар салып тұруға тырысамыз. Келесі видеода кездескенше, peace.